Мен кішкентай кезімде өзімді шайқалып өсіп келе жатқан гүлге ұқсататынмын. Күннің жылы шуағы мені еркелетіп, жаңбырдың нәзік тамшылары жанымды серпетін. Таңғы шықтай мөлдір арманым мен күн нұрымен жылынған үмітім жүрегімде бүршік ата бастады. Әрбір күн жаңа жапырақ, әрбір күлкі гүлдің ашылған күлтесі секілді. Табиғаттың әрбір дыбысы желдің сыбдыры мен құстардың әні мен ішкі әлеммен үйлесіп, жан дүниемді байыта түсті. Сол гүл секілді мен де табиғаттың аясында өсіп, өмірдің әсемдігін сезіп келемін. Табиғаттың тынысы бұл әлемнің тыныштықпен үйлесімге толы сиқырлы әлемі. Ағаштың тербелісінде, өзеннің ағысында, құстардың әнінде, тіпті жердің тыныс алуында да сезіледі. Әр ағаштың жапырағы тербеліп, әрбір гүл өзінің иісін таратып, табиғат өзінің тынысын сездіріп тұр. Мені қоршаған әлем бұл жай ғана ағаштар мен шөптер емес. Бұл тіршілік. Бұл үнсіз сөйлейтін табиғат. Ол күледі де, мұңаяды, маған сырын сыбырлайды. Мен оны түсінуге тырысамын. Күз келді. Жапырақтар алтын түске боялды. Табиғат бір сәтке тоқтап, терең ойға шомғандай. Жапырақ жоқ, бірақ орман тірі. Қардың әр ұшқыны табиғаттың ақ парағы. Мен осы тыныштықта өмірді көремін. Қар үстіме жауып жатыр, мені құшақтағандай. Мен табиғатпен бір тұтас сезінемін. Көктем тек табиғатқа ғана емес, адамдардың да өміріне жаңа бастамалар мен үміттер әкеледі. Табиғаттың тынысы сезініп, өзіне жаңа күш табатын сияқтысы. Жаз мезгілі менің ауылымдағы ең әдемі әрі әсерлі уақыттардың бірі. Жаз жылдың ең шуақты әрі көңілді мезгіл. Күн жарқырап, ұзарып, табиғат жасарып, барша тіршілік иесі оянады. Орман менің шабытым. Біз табиғатқа барғанда онымен сырласуға барамыз. Әрбір ағаш тірі ағза, әрбір бұта бір әлем. Біз терек жапырақтарын, ағаш қабығын, құстардың үнін тыңдаймыз. Табиғатты тану, өзіңді тану. Мектеп ауласындағы жылыжайға кіргенде бірден жылылық пен тыныштық сезесіз. Ауада өсімдіктердің иісі бар. Топырақтың ылғалдығы мен жапырақтардың жып-жұқа дауыстары өзіне тартады. Бұл жер табиғаттың кішкентай әлемі. Оның ішінде уақыт тоқтап қалғандай сезініледі. Жылыжайдың ішінде ауа сәл ылғалды, бірақ жылы. Оны жұтқан сайын денеңізде жаялық сезім пайда болады. Көз алдыңызда өсіп жатқан өсімдіктер мен гүлдер, олардың жасыл жапырақтары жарқа ұмтылып, бір тіндеп өсуге тырысқандай көрінеді. Әрбір өсімдік жаңа өмірдің басталуын, жаңа үміттердің оянуын бейнелейді. Жылыжайда болғанда айналаңыздағы тыныштық пен өсімдіктердің үйлесімділігі жүрегіңізде ерекше бір сезім туғызады. Мектеп ауласындағы ағаштар терең тамырларын жайып, жазғы ыстыққа көлеңкі береді. Жаздың ыстық күндерінде әр ағаштың бұтақтары өзіне сая тапқан оқушыларға тыныштық пен демалыс сыйлайды. Табиғаттың бұл ерекше тыныштығында балалар сабақтан кейін еркіндік тауып табиғатпен байланыс орнатады.